Қымбатты көрермен, биыл елімізде бір қатар салаларда кадр тапшылығы сақталады дейді сарапшылар. Атап айтқанда білім беру, денсаулық сақтау, өңдеу өнеркәсібі, мемлекеттік басқару, әлеуметтік қызмет көрсету. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы мен сауда салаларында жұмыс күшіне сұраныс жоғары болады. Бүгінде еңбек нарығындағы ең көп сұранысқа ие мамандықтар қатарында қарапайым жұмысшылар көш бастап тұр. Финпром зерттеуіне сүйенсек, оларға шамамен 80,9 мың бос жұмыс орны қарастырылады екен. Арнайы көліктердің жолға ақаусыз шығуы механиктердің тікелей міндеті. Олар күн сайын әр техниканы мұқият тексереді. Райс Әбдішевтің бұл салада жүргеніне 2 жыл болды. Ол күнделікті көліктердің негізгі тораптарын тексеріп, алдын ала диагностика жүргізеді. Сондықтан мұндағы жұмыс дәлдік пен жоғары жауапкершілікті талап етеді. Әр жұмыста өз қиындықтары бар. Мысалы, қыстың күні, жаздың күні, мысалы, жаздың күні қазір техникалар полиомоечный жұмыс жасайды. Пылесос. Каждый техника, мысалы, келген сайын тексеріп отырамыз. Бұны машинеке қалай, состояниесі нормально жоқ па, сұрау көп. Мысалы, от каждый сайман бәрін нәрсе ответственность, мысалы, әр адам, мысалы, выездге шыққан бізге байланысты. Олардың ақша табысы бізге байланысты. Тез ремонттан шықса, солай қалады. Қазір колледж түлектері үшін жұмыс нарығында мүмкіндік кеңейіп келеді. Техникалық және жұмысшы мамандықтарды меңгерген жастар өндіріс орындарына, коммуналдық қызметтерге және техникалық сервистерге жұмысқа орналасып жатыр. Бұл салада тұрақты тәжірибе жинап, кәсіби деңгейін арттыруға мүмкіндік бар. Жалпы бүгінгі таңда Астана тазалық мекемесінде 1200-ден астам қызметкер жұмыс жасайды. Оның 650-ден астамы техника жүргізушілері, және де 200-ден астамы қол жұмысшылары. Және де қазіргі таңда біздің көп қызметкерлер, жас мамандар, қазіргі таңда мекемеде кадрға тапшылық жоқ. Сондай-ақ жақында ғана кәсіптік техникалық колледжмен өзара бірлесе жұмыс атқардық. Олардың шәкірттері осы Астана тазалық мекемесінен тәжірибеден өткен болатын 8 студент, және де оның 2 осы Астана тазалық мекемесінде жұмысқа орналасуға ниетті екенін жеткізді. Жұмысшы мамандықтарға сұраныстың артуына бірнеше фактор әсер етіп отыр. Ең алдымен елде инфрақұрылымдық жобалар көбейіп, өндіріс қарқыны артып келеді. Сонымен қатар коммуналдық және әлеуметтік қызметтерге деген қажеттілік өсуде. Бұған қоса көлік логистика саласының қарқынды дамуы да білікті мамандарға деген сұранысты күшейтіп отыр. Сонымен қатар техникалық бағыттағы жұмыстарды автоматтандыру толық адам еңбегін алмастыра алмайды дейді сарапшылар. Даярлап жатқан жұмысшы мамандықтарымыз жасанды интеллектіні өздерінің білім ошақтарында, дағдыларында келешекте көре ала ма? Осы бағытта біршама жұмыстар жасалып жатыр. Энергетика мамандықтарында айтуымызға болады. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіз, Қазақстан энергияның балама көздерін дамыту бойынша көптеген жұмыстар жасап жатыр. Оның ішінде АЭС салуымыз да бар, атом электр станциясымыз. Сондықтан да осы энергетикаға байланысты мамандықтарда бүгінгі таңда өзекті болып тұр. Адал азамат дейміз, еңбек адамына деген осы сыйластықты, мәртебені біз әрі қарай дамытатын болсақ, осы жастардың ең басты бағыты осыған назар аудару керек. Еңбек нарығындағы соңғы болжамдар да осы үрдісті растап отыр. Елдегі халық санының өсуі мен инфрақұрылымның кеңеюі кадр тапшылығын тудыруда. Биыл білім беру, денсаулық сақтау, өңдеу өнеркәсібі мен әлеуметтік қызмет көрсету салаларында мамандар тапшы болады деп күтілуде. Сұраныстың негізгі бөлігі жаппай және жұмысшы мамандықтарға тиесілі. Бүгінде нарыққа 80 мыңнан астам қарапайым жұмысшы мен 50 мыңнан астам аула тазалаушы қажет. Сонымен қатар әлеуметтік саланың да жүгі ауыр. Медбикелер мен мұғалімдерге, балабақша тәрбиешілері және тазалық мамандарына деген қажеттілік жоғары деңгейде қалып отыр. Қазіргі таңда бізде осы жергілікті атқарушы органдардың барлығы бүгінгі күні осы мемлекеттік тапсырысты орналастыру бойынша комиссия отырысын қарастыруда. Бұл комиссия отырысында ең алғашқы осы өңірдің қажеттілігіне сәйкес
бөлінетін болады мемлекеттік тапсырыс және соған байланысты біздің кадрлар даярланатын болады. Енді биылғы оқу жылында бізде қазір 140 мыңға жуық мамандарды мемлекеттік тапсырыспенен қабылдаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл жастар үшін үлкен мүмкіндік, 70%-дан жоғары техникалық мамандықтарға қарата бағытталады. Жауапты министрліктің мәліметінше, бүгінде еліміздегі 763 колледжде 2,5 миллионнан астам студент білім алуда. Биыл оның 168 мыңы үлкен өмірге жолдама алады. Наргиз Бекмағамбетова, Бекарыс Шамшат, Санжар Біргебаев, 24 KZ.